Одан кейін мына нәрседен ерлі зайып ұмыту керек. Сенен басқасы да бар ғой. Сенен басқа қатын тауып алам, немесе сенен басқа күйеуге тиіп алам деген нәрседен ұмыту керек ол нәрсе. Бірақ Алла субхану ва тағала сондай бәленбай миллиард ер кісінің, бәленбай миллиард әйел кісінің ішінде соны сізге таңдап халал некемен үйлендірді ма, значит сіздер бір хайырды іздеулеріңіз керек сіздер өмірлеріңізде. Өмірде жаманды емес, жақсыны ақтарыңыздар. Жаманды ақтармаңыздар, жақсыны ақтарыңыздар. Жақсыны ақтарған адам әрдайым жақсыны табады. Жаманды ақтарған адам не үшін жаманды табады? Өйткені өмірде пенде болғаннан кейін барлығы қателеседі. Қатесіз ешкім болмағаннан кейін ол қатені таба бересің, соңында не болады? Мына болмайды, мен бұмен ажырасам дейді. Ажырасын, ертең бар біреуге тұрмысқа шықтың, біреуге үйлендің. Ода ешқандай қате жоқ па? Ода да бір қателер бар ғой.